Ассалаумағалейкум. Еліміздегі басты саяси жаңалықты қазақстандықтар қызу талқылауда. Негізінде мәжіліс пен мәслихат сайлауларын елімізде мерзімнен бұрын өткізу қаншалықты тиімді? Халық қалаулылары неге асығып жатыр? Менің ойымша осы екі сайлауды қосып өткізу өте тиімді болып саналады. Өйткені қаржыны да аса көп кетірмей, осы екі сайлауды бірге өткізсе, депутаттарымыз да елдің қамын ертерек ойлауға кіріседі деп ойлаймын. Меніңше дұрыс. Қазақстан экономикасын көтеру керек. Халықтың хал-ахуалын, жағдайын көтеру керек. Жалпы бұл дағдарыс уақыты, кризис заманы ғой. Сол уақытқа орай жалпы мәжіліс және сенат депутаттарының алдын ала өту, сайлауы өту меніңше дұрыс деп ойлаймын. Себебі алдын ала бәрін болжап, жаңағы ертерек қамдаған дұрыс деп ойлаймын. Жалпы өзім бұл шешімді құптаймын. Әлемдегі дағдарыс күннен күнге күшейіп барады. Жұмыссыздық, мұнай бағасының құлдырауы бүкіл әлемді әбігерге салуда. Тіпті кейбір алпауыт мемлекеттер төтенше экономикалық жағдайды жария етуге дайын. Еуропаның басшылары шұғыл шараларды қолдануға қажет деп не істерін білмей дабыл қағуда. Белді экономистер, сарапшылар жылдың екінші жартысы бұдан да қиын болады деген болжам жасауда. Сондықтан болар, депутаттар, еліміздегі саяси науқанды жылдың соңында емес, мерзімнен бұрын өткізуді ұйғарды. Негізінде ерте қамданған ұтылмайды. Жалпы менің өзім ойымша қазіргі таңдағы мынау халықтың ахуалына байланысты, әртүрлі шиеленістерге байланысты біріктіріп, мерзімнен бұрын өткізген дұрыс деп санаймын. Себебі бұл бір жағынан пайдалы сияқты өзімізге де. Қазіргі таңда мысалы әртүрлі жаңағы шиеленіскен жағдай болып отыр ғой, халықтың тұрмыс ахуалына бұл сауабын тигізетін сияқты, жақсы жағы дұрыс деп санаймын өз ойым. Ең бастысы халқымыз тыныш болсын, не болса да. Бұдан да тоқыраушылық 94-91-лерде көрдік қой, бұдан да. Қаншама высшее образованиеміз бар, сол бәріміз базарда жүрдік. Қазір енді кішкене тәубашылық істейміз, енді бұған да тәуба депші, может, кішкене бір 2 жылға дейін шыдауымыз керек шығар енді. Негізінде халық жақсы өмір сүргісі келеді. Сондықтан халық қалаулыларына зор үміт артып отыр. Қысылтаяң кезенде қысылмай, шапшаң қимылдауымыз қажет. Парламент депутаттары болғасын, ол халық үшін жұмыс жасау керек, біздің мүддемізді қорғау керек. Соншалықты көп үлкен талап біз қоймаймыз. Біріншіден халықтың жағдайын ойлау керек. Халыққа жақсылық жасау керек. Баяғыда емес, қазір көбін біледі, түсінеді. Сол себептен қазір жаңадан парламент келген дұрыс қой деп өзім ойлаймын. Негізінде халық біледі, халық түсінеді, халқымыз саяси сауатты. Жағдай жасайтын шығар, мына экономикалық қазіргі кризисті жеңілдететін шығар. Негізі сенімім мол, біз қазақ халқы мықтымыз, бір-бірімізді жетелей жүріп өте биік шыңдарға жетеміз. Бұған дейінде біз бірнеше экономикалық дағдарыстардан өттік. Сондықтан біздің халқымыз, қазақ халқы бұл дағдарыстанда аман есен шығады деп есептеймін. Қазіргі біздің елбасының саясаты, үкімет бастырған, үкіметтің саясаты жүргізіп отырған біздің Қазақстан толық алып шығатынына сенімім мол. Жалпы енді дағдарыс деген ол әлемдік тарихта әлсін болып тұратын нәрсе, тіпті ол кейде қажет пе деп те ойлайсың. Мысалы, андасында жаңағы халықтың топтасып, қайттан жаңағы құндылықтарға түсініп, бұл көппен көрген ұл той деп, бұл салқындығы тиеді, бірақ жақсы қимылдап бірлесе мысақ, бұны қайттан жеңіп, жоғары жетістіктерге қайттан жетеміз деп ойлаймын. Негізінде бірлігі мықтының білегі мықты. Бірлік бар жерде, тірлік бар. Дәл қазір қорытынды жаңалықтар.